Ассалаумағалейкум, аты жөнім Есжан Әсет Нұрәкімұлы. Театр және кино актерімін, әншімін, тәуелсіз Қазақстанның құрдасымын. Өнер жолын 2005 жылы Темірбек Қаралы Жүргенов атындағы Өнер академиясының колледжінен бастадым. Ол жерде ұлы ұстаз Есім Сегізбаев ағамыздың шеберханасында театр және кино актері мамандығы бойынша дәріс алдым. 2008-2012 жылдар аралығында Жүргенов атындағы Өнер академиясында ұлы ұстаз Қазақстан халық әртісі Тұңғышбай Жаманқұлов ағамыздың шеберханасында театр және кино актері мамандығы бойынша тәлім алдым. 2012 жылдан бастап Алматыдағы Ғабит Мүсірепов атындағы жастар мен жасөспірімдер театрында актер болып қызмет атқардым. Көптеген рөлдер сомдадым. 2017 жылы Алматы қаласында Алатау дәстүрлі өнер театры ашылған болатын. Сол театрға актерлық, әншілік қызметке арнайы шақырту алып, қазіргі таңда сол театрда қызмет атқарам. Биылғы Жамбыл атамыздың 175 жылдығына арнайы қойылған жыр алыбының өмір кезеңдерін суреттейтін Жыр жолбарыс атты музыкалық қойылымда Жамбыл атамыздың рөлін сомдадым. Және Абай атамыздың да 175 жылдығына арнайы қойылған Абай Тоғжан музыкалық спектаклінде Абай атамыздың рөлін сомдадым. Қазақстанның эстрадасында да 5 жылдан артық қызмет етіп келе жатырмын. 2015 жылдан бастап осы уақытқа дейін 15 шақты өзімнің жеке әндерім бар. Оның ішінде қазақ эстрадасының жұлдыздары Сәкен Майғазиев ағамызбен, Очоу деген есіммен танылып жүрген Олжас Абай бауырымызбен, Ұшқын Жамалбек бауырымызбен, Айрей қарындасымызбен дуэттер орындадық, біршама бейнебаяндар түсірдік. Және де қазақ киносына да елеулі үлес қосып келе жатқан жайымыз бар. Осы уақытқа дейін Ақан Сатаев ағамыз, Ермек Тұрсынов ағамыздың киноларында бой көрсетіп, және де отандық сериалдарда да басты қосалқы рөлдерді сомдап жүрген жайымыз бар. Енді биылғы тәуелсіздігіміздің 30 жылдығында елге, жерге тілер тілегім, ең бастысы еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, ел іргесі аман болсын. Қазақстанның көк байрағы әлем көгінде қалықтай берсін. Жасасын Қазақстан.